Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика 2-ші сынып, 72-ші сабақ, Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көбейту амалының компоненттері деп аталады. Олай болса, каналға тіркеліп алуды ұмытпа, сабағымызды бастаймыз. 45 қосылған 40 тең 85 қосынды өрнегін қарастырайық. Бұл өрнектің әр қайсының өзінің компоненттері бар. Мысалы 45 ол қосылғыш деп аталады. 40 қосылғыш, ал 85 қосындының мәні. Дәл осындай айырмаға байланысты олардың компоненттерін анықтайық. 45 бізде азайғыш, 40 бізде азайтқыш, 5 бізде айырманың мәні. Қосу азайту өрнектері секілді көбейту және бөлу сандарының да компоненттері бар. Мысалы 5 көбейтілген 4 тең 20 деген өрнекте 5 көбейткіш, 4 көбейткіш, 20 көбейтіндінің мәні болып табылады. Дәл осылай осы көбейткіштерге қарастыра отырып бірінші тапсырманы шығарайық. Асы 3 сан аттай отырып 12-ге дейін сана дейді. Яғни біз 3-тен бастаймыз деген сөз. 3 сан аттай отырып дегеніміз ол 3-ке 3-ті қосып отырамыз. 3-ке 3-ті қосамыз 6, 6-ға 3-ті қосамыз 9, 9-ға 3-ті қосамыз 12. Себебі 12-мен аяқтаймыз 12-ге дейін сана деп тұр. Келесінде 4 сан аттай отырып 24-ке дейін сана дейді. Яғни келесінде біз 4-тен бастаймыз да 4-тен қоса береміз. 4-ке 4-ті қосамыз 8, 8-ге 4-ті қосамыз 12, 12-ке 4-ті қосамыз 16, 16-ға 4-ті қосамыз 20, 20-ға 4-ті қосамыз 24 деп жалғасын таба береді. Екінші тапсырма өрнектерді бірдей қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз, олардың мәнін тап дейді. Яғни бұл жерде біз 4 көбейту 2 деген өрнекті қосынды түрінде жазамыз. 4 көбейту 2 деп отырғанымыз 4-ті 2 рет қос тең 8 дегенді білдіреді. Яғни бұның жауабы 8. 5 көбейту 2 деп отырғанымыз 5-ті 2 рет қос дегенді білдіреді. Яғни оның жауабы 10. 6 көбейту 3 дегеніміз 6-ны 3 рет қос дегенді білдіреді. Оның жауабы яғни 18. 3 көбейту 3 дегеніміз 3-ті 3 рет қос дегенді білдіріп тең 9 болады. Жауабы 9. 8 көбейту 4 дегеніміз 8-ді 4 рет қос тең 32 дегенді білдіреді. Жауабы 32. 9 көбейту 4 дегеніміз 9-ды 4 рет қос тең 36 дегенге келеді. Яғни жауапты 36. Үшінші тапсырма үлгіге қарап қосуды көбейтумен алмастыр дейді. Яғни біз енді керісінше бұл есепте қосуларды көбейтумен алмастырып жазамыз. 6 қосылған 6-ны біз 6 көбейту 3 деп алмастырамыз да, жауабы 18 болады. 9 қосу 9 дегенде 9 көбейту 2, жауабы 18 деп жазамыз. 7 қосу 7 дегенде біз 7 көбейту 4, жауабы 28 деп жазамыз. 8 қосылған 8 деген қосындыны 8 көбейту 3 деген көбейтіндімен алмастырып, оның жауабы 24-ке тең болады. Осы жерде есіңде сақта, бізде мынадай ереже шығады. 4 көбейтілген 3 түріндегі өрнекті біз көбейтінді деп атаймыз. 4 және 3 ол бізде көбейткіштер. 4 көбейтілген 3-тен 12 дейтін болсақ, бұл теңдік. 12 саны көбейтіндінің немесе өрнектің мәні болып табылады. 4, 3, 12 көбейтудің компоненттері. 4 көбейтілген 3-тен 12 дегеніміз теңдігі қалай оқылатынын айтайық. 4-тен 3 рет алғанда 12 шығады, немесе 4-ті 3-ке көбейтсе 12 шығады, немесе 4 пен 3-тің көбейтіндісінің мәні 12-ке тең деп оқуға болады, немесе 4 санын 3 есе арттырса 12 шығады деп оқуға болады. Яғни мына жерде 4 көбейту 3-тен 12 дегенде 4 түрлі нұсқада оқысаң да дұрыс болады. Төртінші тапсырма, бірінші көбейткіш 4-ке, ал екінші көбейткіш 5-ке тең көбейтінді жазайық. Яғни 4 көбейту 5 деп жазамыз. Оның мәнін тап дейді. Қосындымен бірінші жазып алып бір мәнін тап дейді. Яғни 4 көбейту 5 деп отырғанымыз балалар 4-ті 5 рет қос дегенді білдіреді. Жауабы 20. Бесінші тапсырма, суреттерді пайдаланып қосындылары құр, бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейтіндімен алмастырып, өрнектердің мәнін тап, қорытынды жаса дейді. Яғни бізде мына жерде мынау 3 жиыннан тұратын 2 түрлі жиын берілген. Олай болса біз 3 көбейту 2 тең 6 дейміз. Яғни оның жауабы 6-ға тең болады. Ал мына жерде 2-2-ден 3 түрлі жиын берілген. Олай болса біз оны 2 көбейтілген 3 тең 6 деп жазамыз.
Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтудің мәні өзгермейді. Бұл көбейтудің ауыстырымдық қасиеті екен, балалар. Яғни біз мына жерде 3 көбейту 2 дегенде 2 көбейту 3 деп жазсақ та, оның мәні өзгермейді. Бәрібірде ол 6 болады. Яғни бұл заңдылық көбейтудің ауыстырымдылық заңы деп аталады. 6-шы тапсырма, 2 қорапшаның әрқайсысында 3 қамшыдан бар, қорапшаларда барлығы неше қамшы бар дейді. Яғни бір қорапта 3 қамшы, 2 қорапта қанша қамшы? Шешуі 3-те 2 өтеміз тең 6, жауабы 2 қорапта 6 қамшы бар деп жазамыз. 7-ші тапсырма, есептемей ақ салыстыр дейді. 7 жерде 2 немесе 2 жерде 7. Екеуінде де 14, сол себепті бұл тең болады. 4 жерде 5 немесе 5 жерде 4, екеуінде жауабы 20, сондықтан тең болады. 6 жерде 7 көп пе, әлде 6 жерде 5 көп пе? Бұл жерде де есептемей шығаруға болады. Әрине 6 жерде 7 артырақ болады. 8 көбейту 3 немесе 8 көбейту 3 екеуі де тең болады. 8-ші тапсырма, теңдеулер құр және оларды шеш. 23 пен А санының қосындысына 38-ге тең дейді. Яғни бізде мынандай теңдеу шығады. 23 қосылған А тең 38. А тең 38 айту 23. А тең 15. 15 таны орнына қоямыз. 23 қосылған 15 тең 38. 38 тең 38. Әсі, X 29-дан 24-ге артық дейді. Яғни X тең 24 тең 29 деген теңдеу. X тең 29-ды 24-ге қосамыз, X тең 53. 53-ді X-дің орнына қоямыз, 53 азайтылған 24 тең 29. 29 тең 29 деген теңдеу шықты. 9-шы тапсырма, көбейткіштер 6-ға және 3-ке тең көбейтінді құр қосу амал қолданып, оның мәнін тап дейді. Яғни 6 көбейту 3 дейді, бұл бізде 6-ны 3 рет қосқанға тең, ол бізде жауабы 18 деп жазамыз. 10-шы тапсырма, ойлан тап. Жіпке 5 түйін түйілді. Түйін дегеніміз міне мынандай байлаулар, Қатар тұрған әрбір 2 түйіннің арасы 2 см дейді. Яғни мына түйін мен мына түйіннің арасы 2 см құрайды. Жіптің шеткі түйіндерінің арасы неше сантиметр болады? Яғни мына жердегі ең шеткілерінің қанша сантиметр екен анықтауымыз керек. Яғни біз 2 сантиметрді 4-ке көбейтеміз. Сонда ол 8 болады. Яғни жіптің шеткі түйіндері мына түйіннен мына түйіннің арасы 8 сантиметр болады деп жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.